Бұл кім көрінгеннің ойнақ салатын жер емес. Бұл әділдік орнататын құзырлы орын. Бұл жерде бейбастақтық жасағандар заң шеңберінде жазаланады. Барлық бақытты отбасылар бір-біріне ұқсайды. Ал басынан бағы тайған кез келген отбасының өзіне тән қиыншылықтары болады. Бақытты іздегенмен таппайсың. Бақытты әркім өзі жасайды. Ал тірнектеп жүріп қол жеткізген бақытыңнан бірақ сәтте айырылып қалуың ғажап емес. Арсалдыңда кім тұрғанын білесің бе? Ең мықты отбасылық сот судьясы Көзеде Енерсой. Ұлым құрылыс компаниясында жұмыс істейді. Құрылыс инженері. Өзің не деп тұрсың? Мен $1 миллион биткоин сатып алдым. Әкемнің сені тапсырған ақшасын алдым. Ол тіпті өзімнің де ақшам емес. Ал қызым медицина факультетінде оқиды. Биыл Erasmus бағдарламасы бойынша Голландияға оқуға кетті. 1 жыл сол жақта оқиды. Мен ешқашан дәрігер болғым келмеген, Толға. Ешқашан армандаған жоқпын. Бұрыннан билеуді армандағам. Енді билеймін. Бекем бол Күзеде. Сағың сынбас. Балаларыңды ойла. Тек қана алға. Әкемнің 5 жылдан бері тағы бір отбасы бар екен. Сенесің бе? 5 жылдан бері. 9 қазаннан бастап алданған арман телехикаясы Қазақстанда. Бұл кім көрінгеннің ойнақ салатын жер емес. Бұл әділдік орнататын құзырлы орын. Бұл жерде бейбастақтық жасағандар заң шеңберінде жазаланады. Барлық бақытты отбасылар бір-біріне ұқсайды. Ал басынан бағы тайған кез келген отбасының өзіне тән қиыншылықтары болады. Бақытты іздегенмен таппайсың. Бақытты әркім өзі жасайды. Ал тірнектеп жүріп қол жеткізген бақытыңнан бірақ сәтте айырылып қалуың ғажап емес. Арсалдыңда кім тұрғанын білесің бе? Ең мықты отбасылық сот судьясы Көзеде Енерсой. Ұлым құрылыс компаниясында жұмыс істейді. Құрылыс инженері. Өзің не деп тұрсың? Мен $1 миллион биткоин сатып алдым. Әкемнің сені тапсырған ақшасын алдым. Ол тіпті өзімнің де ақшам емес. Ал қызым медицина факультетінде оқиды. Биыл Erasmus бағдарламасы бойынша Голландияға оқуға кетті. 1 жыл сол жақта оқиды. Мен ешқашан дәрігер болғым келмеген, Толға. Ешқашан армандаған жоқпын. Бұрыннан билеуді армандағам. Енді билеймін. Бекем бол Күзеде. Сағың сынбас. Балаларыңды ойла. Тек қана алға. Әкемнің 5 жылдан бері тағы бір отбасы бар екен. Сенесің бе? 5 жылдан бері. 9 қазаннан бастап алданған арман телехикаясы Қазақстанда.